Мөлдірдің балалық шағы да, арманы да, күлкісі де кедейліктің көлеңкесінде өсті. Әкесі ерте қайтты, анасы Зубайда 4 баланы жалғыз өзі асырады. Күнін әрең көрді. Сол 4 баланың ішінде Мөлдір ең үлкені еді. Ең сезімтал, ең сабырлы, ең жауаптысы сол. «Қызым, сенсіз үйдің оты өшіп қалар еді», дейтін анасы. Мөлдір 18-ге толған жылы оқу жайына қалды. Оқығанша бауырларымды жеткізейін, кейін бәрі аяқтан тұрғанда өз арманымды орындаймын. Бірақ кейін деген ешқашан келмейтін күнге айналды. Bir таңғы сәтті анасы көзінің жасын жасырып тұрып: «Қызым, сенің жүрегің алтын ғой, бірақ өмір қатал. Бүгіннен бастап өзіңді де ойла», деген еді. Мөлдір күліп жауап қайтарды: «Апа, менің бақытым сіздің күлкіңіз ғой». Сол күлкі үшін ол шетелге жұмыс іздеп кетті. Бөтен елдің аспаны басқа, иісі басқа. Қарсы алдынан соққан суық жел Мөлдірдің сағынышын одан сайын күшейтті. Түнде ол жатақхананың терезесінен жұлдыздарға қарап туған үйін елестететін. Іңкәр мектепке барды ма екен, Ермек пен Асқар не істеп жүр екен, анам тоңып жүрген жоқ па? Осы ойлар оны түн сайын жылатып, таң сайын тұрғызатын. Жалақысы түскен сайын бірінші әрекеті банкке бару, ақша аудару. Өзіне ештеңе алмайтын. Әр теңге анамның демі, бауырларымның болашағы дейтін ішінде. Жылдар өтті. Бауырлары оқыды, үйленді, тұрмыс құрды. Анасы да жаңа салынған үйдің төрінде отыр. Бәрі бар, тек Мөлдір жоқ. Күндердің күнінде Мөлдір тосын шешім қабылдады. Мен елге қайтамын, қуантайын оларды. Ол келгенде көктем еді. Ауасы жылы, бірақ үйдің іші суық. Есік ашқанда іштен естілген алғашқы сөз: «Неге ескертпедің?» деген сөз болды. Көңілі су сепкендей басылды. Бәрі салқын, бәрі бейтарап. Ешкім сағындық демеді. Тіпті анасының көзінде де әлде бір үрей бар. «Қызым, енді қайтесің мұнда?» деді анасы шаршап. «Мен енді кетпеймін, апа. Енді өз ұямда боламын». Сол сәттен бастап бәрі өзгере бастады. Іңкәр мен күйеуі Ерлан сол үйде тұратын. Мөлдір оларға оралған соң олардың жүзінен реніш байқалды. Осы келіп бәрін өзін иемденіп алады деген ой тұр ішінде. Кешкі шай үстінде Ерлан бірден күңк еткізіп айтты: «Енді тегін ақша келмейді ғой, Іңкәр жымиды. «Кім білген, мүмкін енді біз оған ақша жіберерміз». Мөлдір ештеңе демеді, бірақ түн ұзақ жылады. Бұл үй оның салған үйі, бірақ ол осы үйге бөтен адамға айналған еді. Жыл салып анасының денсаулығы нашарлады. Сонда анасы бәрін жинап бір шешім шығарды. «Мен үйді сенің атыңа жаздым, қызым. Сен менің соңғы деміме дейін жанымда болдың». Мөлдір қарсы болды: «Апа, мен ештеңе қарамаймын. Тек сіз аман болыңызшы». Бірақ анасы тыңдамады. Сол хабарды естіген бауырларының көзіндегі жылылық түгел жоғалды. «Бұл қалай? Мен үйдің еншісімін. Үй менікі болу керек», деді Ермек. «Жоқ, тең бөлеміз», деді Асқар. «Үй сатылсын, әркім өз үлесін алсын». Мөлдір тек бір ауыз сөз айтты: «Үй сатылса, анамның рухы жылап қалады». Анасы бар күшімен балаларын татуластырмақ болды, бірақ жүрегі шыдамады. Сол
үстінде ол жүрегі ұстап ауруханаға түсті. Анасын қатты сырқаттанып, түн ортасында жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Мөлдірдің қолы дірілдеп анасының маңдайына сипады. «Апа, мен сізді аман алып шығамын», деді көзіне жас алып. Бауырлары да жиналды, бірақ олардың жүзінде уайымдан көре айыптау бар еді. Асқар қабағын түйіп, «Бұның бәріне сен кінәлісің, Мөлдір. Апаға көп нәрсені уайымдатып жібердің». Ермек қосылды. «Иә, сен келгелі бір үйдің берекесі қашты. Әркімнің мазасы жоқ». Мөлдір үнсіз қалды. Жауап бергісі келмеді. Себебі ол түсінді. Оларда махаббат өшкен. Оның орнына тек есеп пен өзімшілдік қалған. Аурухананың дәлізінде үнсіздік орнады. Тек аппараттың әлсіз дыбысы ғана тыс-тыс. Кешкі іңкәр залдың бұрышында тұрды. Күйеуі Ерлан сыбырлап айтты. «Егер анаңызға бірдеңе болса, үй мәселесін шеше алмаймыз. Қазірден өзімізге ермек үйдің жартысын сұрап тұр». Іңкәр сыбырлады. «Шешем жазылып шықсыншы, содан көреміз». Бірақ Мөлдір енді бұл үйді қалмасын. Мөлдір дәл сол сәтте дәріханадан дәрі алып келе жатып, олардың сөзін естіп қалды. Кеудесіне тас түскендей болды. Өзім салған үйде өзіме орын қалмапты ғой. Мен бұл үйге артық екенмін, деп іштей күйзелді. Бір апта өтті. Дәрігерлер үмітіміз аз екенін айтқан сайын Мөлдірдің үміті күшейе түсті. Ол анасының жанына түнеді, қолынан айырылған жоқ. Бір күні таң ата анасы көзін ашып әлсіз күлді. «Мен сені сезіп жаттым, қызым», деді сыбырлап. «Менің жылағаныңды, сенің жылағаныңды, дұғаңды барлығын естідім». Мөлдірдің көзіне жас сорғалады. «Сіз аман болыңыз, апа, бәрі басқаша болады енді». Сол күні кешке дәрігер науқастың жағдайы жақсарып келеді деді. Мөлдірдің ішінде күндей жарық кірді. Ал бауырларының түрінен керісінше бір әбіржу сезілді. Асқар тісін қайрап, бұл үйдің енді Мөлдірдің қолына өтетіні белгілі. «Біз тағы сыртта қаламыз», деді Ермекке. Ермек иығын қамқап, «Көре жатармыз». Анасы ауруханадан шыққан күйі бәрі үйге жиналды. Қазан қайнап, шай дайын. Бірақ үйдің ауасы жылы емес, тартысқа толы. Асқар шыдай алмай сөз бастады. «Апа, енді айтыңызшы, үйді бір адамға жазу дұрыс па? Біз де сіздің балаңыз емеспіз бе?» Ермек қосылды. «Мөлдір онсыз да жетерлік алды. Шетелде жүргенде ақша тапты, енді үй де соныкі бола ма?» Анасы ауыр күрсініп, «Мен бұл үйді ақша үшін емес, шынайы мейірім үшін бердім. Сендер келсеңдер есеп, Мөлдір келсе тыныштық. Кімнің жүрегі жылы болса, сол үйдің иесі». Мөлдір орнынан тұрып, «Тоқтаңыздаршы», деді дірілдеп. «Мен ешкімнің дүниесіне таласпаймын. Тек бір нәрсені айтайын». Ол қолымен үйдің қабырғасын сипады. «Мына әр кірпіш менің түндерім, көз жасым, сағынышым. Мен бұл үй үшін өз өмірімді бердім, бірақ сендер оны сезбей-ақ қойдыңдар». Асқар соқыр етіп орнынан атқып тұрды. «Сен бізге кінә артып отырсың ба?» «Жоқ», деді Мөлдір ақырын. «Мен тек шындықты айтып отырмын». Анасы сол сәтте көз жасына ерік берді. «Тоқтаңдар,
Сендер менің үмітімді бір-біріңе жыртып беріңдер. Сол түні жаңбыр жауды. Аспаннан найзағай тіліп өтті. Мөлдір ұйықтай алмай терезенің алдында тұрды. Осы сәтті көшенің әр жағынан біреу айқайлап жүгіріп өтті. От, үйлерің жанып жатыр. Мөлдір есікке қарай ұмтылды. Аулаға шықса, жалын лапылдап, өздері тұрғызған үлкен үйдің шатыры отқа оранып жатыр. Іңкәр айқайлап балаларын алып қашты. Асқар мен Ермек өртті сөндіргіш желік іздеп жүгірді. Мөлдір көзін оттан алмай тұрды. Жалынның ортасында өзінің жылдар бойы жинаған еңбегін, анасының ескі көрпесін, өз қолымен орнатқан шамдарды көріп тұрды. Тоқта, ішке әкемнің суреті, деді жүгіріп. Ерлан оны ұстап қалды. Көруге болмайды, бәрі құлайды. Жалынның дауысы аспанға ұласты. Бір сағаттың ішінде Мөлдірдің бар өмірі күлге айналды. Таң ата үйдің орнында тек қара күйік түтін қалды. Көрші қолаң туыстар абыр-сабыр бауырларының бірі су тасып, бірі не істеуін білмей абдырап жүр. Бірақ Мөлдірдің дауысы бәрінен биік шықты. Жүректің түбінен жанып кеткен жылдардың ішінен шыққан жан айқайы еді ол. Мөлдір жылап отқа қарап: сендер білмейсіңдер, мен шетелде ақша ұстап, ерігіп жүрген жоқпын. Таңғы 6-да тұрып, 12 сағат бойы зауытта аяқтан тік тұрып еңбектендім. Қолым жарылып, табаным күлбіріп кетсе де тоқтаған жоқпын. Сол ақшаға сендерді оқыттым, үйлендірдім, үй салдым. Бәріңнің қуанышың үшін өмір сүрдім. Дауысы дірілдеп көзінен жас ақты. Жатақхананың тар бөлмесінде түн сайын анамды сағынып жыладым. Бір уыс күріш пен бір бөлек су ішіп тоңып жаттым. Төсегім қатты, бөлме суық еді. Бірақ мен соған қарамадым. Бауырларым аман болса болды дедім өзіме. Қолымен көз жасын сүртіп, отқа қарап тағы айқайлады. Ал сендер не істедіңдер? Мен елге келіп, анамның қасында болайын, енді бақыттымын дегенімде, маған осы баспананы да қызғандыңдар ма? Менің еңбегімнің, көз жасымның, арманымның символы болған үй еді бұл. Жалынның күшейген үйге қарап тізерлей отырып еңіреді. Енді қараңдар, бәрі бітті. Еңбегім де, арманым да, жылдар бойғы үмітім де отқа оранды. Менің жалғыз сүйенерім, жылуым, анамның тірі қалғаны. Сол сәтте анасы ауруханадан жаңа ғана шыққан еді. Әлсіз болса да есік алдында шығып қызының жылағанын естіді. Кәрі ана жүрегі ұстап көзінен жас парлап: қызым, тоқта, от үйді өртейді, бірақ мейірім барда бәрін қайта тұрғызуға болады. Мөлдір анасының жанына барып, басын тізесіне қойып егіледі. Бауырлары үнсіз, ешқайсысының жүзіне қарауға дәті бармады. Кенет үнсіздік тағы да Мөлдірдің сөзі бұзды. Мөлдір жұмсақ, бірақ ащы үнмен: мен сендерді ешқашан жазғырғым келмейді. Тек бір нәрсені ұмытпаңдар. Бауырдың қадірі дүниеде емес, жүректе болады. От басылған соң үйдің орнына тек күйік иіс мен өткеннің естелігі қалды. Ал сол түні Мөлдір алғаш рет бауырларын емес, өз өмірін ойлады, өз бақытын, өз тыныштығын қалағандай болды.
Қымбатты оқырмандар, бұл жерде кімнің жасағаны дұрыс деп ойлайсыздар? Сонша жылғы еңбектенген, бар өмірін бауырлары үшін, анасы үшін анасына арнаған мөлдірдің жасағаны дұрыс па? Әлде тек қана өзін ойлап, өзімшіл болып, дүние деген бауырлардың жасаған тірлігі дұрыс па? Қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Менімше мөлдір өзін ойлау керек еді деп ойлаймын. Өйткені білмеймін, мынандай жағдайда тек қана өзін ойлау керек деп ойлаймын.